Математика пәні сабақтың тақырыбы қосу және азайту. Бүгінгі сабақта 100-ге дейінгі сандарды толық жүздіктерді қосуды және азайтуды қайталаймыз. Сабағымызды ойлантап әдісімен бастайық. Берілген есептерді шығару арқылы олардың мәнін табуымыз қажет. Бірінші қосылғыш 37, екінші қосылғыш 3, ендеше қосындының мәні 40-қа тең. Бірінші азайғыш 40, азайтқыш 3, айырманың мәні 37-ге тең. Бірінші қосылғыш 54, екінші қосылғыш 6, қосындының мәні 60-қа тең. Азайғыш 60, азайтқыш 6, айырманың мәні 54. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Ендеше, келесі тапсырманы түсіндіре отырып баған түрінде есептеп көрелік. 35 сантиметр қосу 55 сантиметр. Өлшем бірліктері бірдей болғандықтан сантиметрдің өзін жазамыз. Енді бірліктерге бірліктерді қосамыз. 5 бірлікке 5 бірлікті қосатын болсақ, 10 шығады, яғни 1 ондық. 1 ондықтың біз 0 бірлігін бірліктердің астына жазамыз. 1 ондықты есте сақтаймыз. 3 ондыққа 5 ондықты қоссақ, 8 ондық болады. Ойдағы 1 ондықты қосқан кезде 9 ондық болады. Оны ондықтардың астына жазамыз. Қосындының мәні 90 сантиметр. 90 сантиметрден 48 сантиметрді азайтып көрейік. Өлшем бірліктері бірдей болғандықтан сантиметрдің өзін жазамыз. Бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 0 бірліктен 8 бірлікті азайта алмайтын болғандықтан 9-дан 1 ондықты сұраймыз. Ендеше 10-нан 8-ді азайтамыз. 2 бірлік қалады. Бірліктердің астына жазамыз. 9 ондықтың 1 ондығын сұрап алғандықтан 8 ондық қалады. 8 ондықтан 4 ондықты азайтатын болсақ, 4 ондық қалады. Ондықтардың астына жазып, айырманың мәнін оқимыз. Айырманың мәні 42 сантиметрге тең. Қосу және азайту амалына берілген есептерді есіңе сақта. Математикалық баскетбол. Қай баланың добы торға түсетін анықта. Оқулықтың 22-ші бетіндегі екінші тапсырма. Бірінші қосылғыш 37, екінші қосылғыш 23. Ендеше қосындының мәнін анықтап көрелік. Қосындының мәні 60-қа тең. Азайғыш 80, азайтқыш 17, айырманың мәні 63-ке тең. Жарайсыңдар. Азайғыш 60, азайтқыш 23, айырманың мәні 37. Азайғыш 70, азайтқыш 13, айырманың мәні 57 екен. Азайғыш 90, азайтқыш 14, айырманың мәні 76. Бірінші қосылғыш 44, екінші қосылғыш 26, қосындының мәні 70-ге тең. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Оқулығымыздың 23-ші бетіндегі 4-ші есепке назар аударайық. Спортзалда 22 футбол добы, ал оған қарағанда 19 артық теннис добы бар. Спортзалда барлығы неше доп бар? Ендеше есептің шартын жазайық. Футбол добы 22, теннис добы белгісіз, бірақ одан 19 артық. Және барлығы спортзалда барлығы неше доп бар екенін анықтауымыз қажет.
Есептің шешуін жазамыз. 22 футбол добына 19 санын қосамыз. Мәні 41-ге тең. Бұл теннис добы. Енді барлығын анықтау үшін 22 футбол добына 41 теннис добын қосамыз. Қосындының мәні 63-ге тең. Есептің жауабын жазамыз. Жауабы: спорт залда барлығы 63 доп бар. Бал араға көмектесіп көрелік. Оқулығымыздың 23-ші бетіндегі 5-ші есеп теңдеулерді шеш. 23 пен қай санның қосындысы 88-ге тең. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. X тең 88 азайту 23. X тең 65. 23 қосу 65 тең 88. 88 тең 88. Екінші теңдеуге назар аударайық. 45 пен қай санның қосындысы 95-ке тең. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. X тең 95 азайту 45. X тең 50. 45 қосу 50 тең 95. 95 тең 95. Үшінші теңдеуге назар аударайық. Y азайту 30 тең 56. Азайғышты анықтау үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Y тең 56 қосу 30. Y тең 86. 86 азайту 30 тең 56. Үй тапсырмасы жұмыс дәптері 18-19 бет.